Моңғол империясының құрылуы. Моңғол империясы 13 ғасырдың басында Орталық Азияда құрылған әскери феодалдық мемлекет. Мемлекеттің астанасы Қарақорымда орналасты. Шыңғыс хан 1206 жылы көктемде моңғол ақсүйектерінің құрылтайында барлық моңғолдардың әміршісі болып жарияланды. Шыңғыс ханның хан тағына отыруына көмектескен Керейіт ханы Торға, моңғолдарды жеңіске жеткізетін Жеңіс хан болсын деп бата берді. Шыңғыс хан Моңғол империясының негізін қалады. Шын аты Темучин. 1206-1227 жылдары аралығында билік етті. 1155 жылы дүниеге келді. Жасақ заңын құрды. Жасақ заңы мемлекеттің басты заңы. 2 бөлімнен тұрады. Шыңғыс ханның өзі айтқан нақыл сөздері мен ел басқарудағы кейбір мәселелер жөніндегі шешімдер және әскери, азаматтық істерді орындаудағы жалпы заңдар. Өкімет билігінің жоғарғы органы құрылтай болды. Құрылтай жылына бір рет, жаз айында шақырылды. Мемлекет пен тұрғын халық 3 әскери әкімшілік аймаққа, оң қанат, сол қанат және орталық болып бөлінді. Әр аймақ бірнеше түменнен тұрды. Түмен 10 мың жауынгерден, әр мыңдық 10 жүздіктен, жүздік 10 ондықтан тұрды. Империяны Шыңғыс хан жеке басқарды. Жанында жаза білетін және басқа тілдерді түсіне білетін вәзірлері болды. Империя 95 түмен әкімшілік билікке бөлінді. Шыңғыс ханның өзін қорғайтын жасауыл болды. Деректер Шыңғыс ханның жорықтарға мұқият дайындалғанын дәлелдейді. Қарсы жақтың ішкі жағдайы мен әскери күштерін әбден білгеннен кейін ғана Шыңғыс хан іс-әрекет жоспарын құрды. Әскери бағыт-бағдарды өзгерте білу, барлауды ұйымдастыру, шыққан тегіне қарамастан істі білетін, батыл адамдарды қолбасшылық қызметтерге тағайындау, осының барлығы Шыңғыс ханның жеңіске жетуіне ықпал етті. Халыққа бұйрықтарын жеткізу үшін арнайы жасақ ұйымдастырды. Бүкіл Моңғол империясында бекеттер жүйесі енгізілді. Бұл бекеттерде хабар жеткізушілер аттарын жылдам ауыстыра алды. Шыңғыс ханға дейін еш жерде жылдам хабар жеткізушілердің мұндай түрі болмаған. Дінге қысымшылық жасамау моңғолдардың басып алған жерлерде ұзақ уақыт жүргізген саясатының басым бағыты болды. Шыңғыс хан ғалымдарды бағалады. Өзінің және ақсүйектер балаларының білім алуларына, үлкен табыстарға жетулеріне жағдай жасады.